Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? 2022 жылға мергендерге тамыз айына таро расклад. Мергендерді тамыз айында не күтіп тұр екен, қазір көрейік. Четверка чаш, четверка кубков. Біреуден сіз тамыз айында бір көмек сұрау, поддержка сұрау, жаңағы вниманияның, поддержканың жетіспеушілігі болуы мүмкін. Бірақ ол адам сізге өз поддержкасын, вниманиясын бермей, или сіз көмек сұрағанда сізге отказ беруі мүмкін. Бірақ сіз ол адамға ренжіп, жабылуыңыз мүмкін, ішкі жан дүниеңіздегі нәрсені айтпауыңыз мүмкін. Ол достарыңыз, екінші жартыңыз, туған туысыңыз болуы мүмкін. Яғни сіз бір бастама бастау, или бір нәрсеге ақылдасатын болсаңыз, сізге отказ беруі мүмкін. Яғни сіз ренжіп, ол адамға жабылып, сөйлескіңіз келмей ренжуіңіз мүмкін. Даже звондаса алмай деген сияқты телефонда. Бірақ артынан ол кісі өкініп, артынан өз көмегін қол ұшын созуы мүмкін. Бірақ сіз ол кісіге уже жабылып, ашылғыңыз келмей, ренжіп, өз мінезіңізді, өз қырсықтығыңызды көрсетуіңіз мүмкін. Келесі, рыцарь жезлов. Бұл ай бір активный боласыз. Күшіңіздің, энергияңыздың артып, жаңағы бір жаңа бастама, жаңа идеялар жақсы ойыңызға келіп, ешкім көмектеспесе де, өзім жалғыз жасаймын, өзім деп, жаңағы өзіңіз лидер қылып, алдыға қойып, алдыға қадам бастап, вот сондай өзгерістер болады. Және де бұл жол жүруіңізде мүмкін, қыдырып, қонаққа барып, ұзақ жол жүруіңізде мүмкін. Ал енді екінші жартысын кездестірмеген мергендер үшін екінші жартысын кездестіру, жаңа таныстық болуы мүмкін, өте активный, нақты шешім қабылдай алатын, резкий, вот сондай адам кездесуі мүмкін. Келесі, десятка жезл. Енді тамыз айында қандай да бір мәселені активны бастағанның өзінде бұл асықпай және де ауыр қозғалып, ауыр жүруі мүмкін. Мысалы, бизнес бастасаңыз, бастапқыда өте қиын болуы мүмкін. Барлық жауапкершілік өзіңіздің мойныңызда, алып жүру, қозғалу өте қиын болуы мүмкін. Жаңа бір оқу оқып бастасаңыз, мысалы шет тілін оқып, жаңа бір курс оқып бастасаңыз, мысалға, бастапқыда өте қиын болуы мүмкін. Бірақ бұның барлығын алып жүремін деп алдыңызға мақсат қойған болсаңыз, әрине бастапқыда қиын болса да, жаңағы өзіңіздің энергия күшіңізді салып, біраз энергия күш салатын болсаңыз, жақсы результаттар күтуге болады. Рахмет, мергендер, сау болыңыздар, лайк басып, комментарий жазып, менің парақшама жазылып отырыңыздар. Келесі айда кездескенше сау саламатта болыңыздар.